несі, мен кішкене сөз айтамын. Сен ана спинканы берем. Спинканы жасай бер, Бұл жерде мен, құрметті оқырмандар, бұл жерде мен ер азаматтардың жалпы топтамасын шығарып жатырмын. Сондағы киімнің артқы жағынан салып жатқан үлгім осы. Бұл жерде мен былай оюды бір жобалап кені сызып алғаным болмаса, міне сызғаным бөлек, тіккенім бөлек. Неге десе, мен жалпы бұрыннан айтам, оюды сызушы оюшы емес, тігуші оюшы деп. Ал оюды оюшы емес, қиюшы оюшы деп. Неге десе, ол оюды салып жатқан кезде, нағыз былай кестелеп тігіп жатқан кезде біз теңестіріп, барлығын тігіп кетеміз. Мына жерде мен былай сызып алдым, бірақ мынандай қылып тіктім. Мына жерде былай сызып алдым, былай тіктім. Деген сияқты кішкентай осындай өзгертулер енгізіп жасап отырамыз. Бұл жерде жалпы мен осы бізге істеден, алаша тоқу өнерінен, кілем тоқу өнерінен барлығынан мастер-класс өткіземін. Бірақ егер менің мастер-классыма сіздер офлайн келе алмасаңыздар, мен онлайн мастер-класс жасауға тырысып жатырмын. Барлығын тәптіштеп үйретіп жазайын деп жатырмын. Бірақ та бұл жерде онлайн мастер-класстың қиыны дәл денелей үйреткендей адам үйрене алмауы мүмкін. Сондықтан шаматарыңыз келгенше келіп, кездесіп үйренуге әбден дұрыс деп ойлаймын, үйренуді. Осылай міне. Oldu.